Қайырлы күн достар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен қамырын жаюды және де пропитканы қажет етпейтін, сонда да нәп-нәзік болып шығатын балды торт медовик дайындайтын боламыз. Ол үшін қажет ингредиенттердің барлығы төменде описаниеде толығымен көрсетілген. Енді дайындауға кірісеміз. Ол үшін алдымен сары майды темір ыдысқа саламыз және де балды саламыз. Балыңыз қымбат және де сапалы, яғни табиғи болғаны маңызды. Сол кезде дәмі күшті шығады. Содан соң оған қантты қосып, үшеуін газде жай баяу отта осылай ерітеміз. Ол үшеуі толық бірге еріп, біркелкі болуы қажет, және де оны қайнатпаймыз. Қайнайын деп жатқан кезде, көпіршік шыға бастаған кезде оны оттан алып тастаймыз. Міне осындай болуы қажет. Сосын оны газден алып, оған ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Және де массаны толық суытуға қоюымыз қажет. Суыған соң барып жұмыртқамен ұнды қосамыз. Ол тезірек суы үшін осылай салқын сулы ыдысқа батырып қойсаңыз болады, мен секілді. Мінекей, менікі толық суыды. Содан кейін барып оған жұмыртқаны қосамыз бір-бірден. Алдымен бірінші жұмыртқаны қосып араластырамыз, және келесі екінші жұмыртқаны қосып тағы солай араластырамыз. Содан соң ұнды қосамыз. Ұнды екі бөліп қоссаңыз болады. Алдымен бір жартысын қосып, осылай араластырып аламыз. Достар, сіздерге айта кеткім келеді. Менің инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Ұлжанай деп іздесеңіз таба аласыз. Ол жақта да өте қызықты және де өте дәмді. Неке осылай түйіршіксіз болғанға дейін жақсылап тұрып араластырып аламыз ұнның жартысын қосып. Содан кейін келесі жарты ұнды қосамыз да тағы да жақсылап түйіршіксіз массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Неке массамыз дайын болды, қоюлығы осындай болуы қажет. Содан соң оны пісіретін форманы дайындаймыз. Ол үшін противень және де пергаментті қағаз қажет болады. Оны төрт бұрышты формада жасайтын болғандықтан осы противеньге сала береміз және де коржды екі бөліп пісіреміз. Алдымен жартысын осылай қағазға орналастырып, және де оны бір тегіс етіп орналастырып аламыз. Содан кейін оны тегістеген соң 180 градус қызып тұрған пеште 8-10 минут бойы пісіреміз қызарғанға дейін. Оған дейін кремін дайындап қоя берсек болады. Крем үшін мен осындай айстың қаймағын алдым. Пайызы 20-дан жоғары болуы қажет, және де 400 грамм болуы қажет. Содан кейін оған 3 ас қасық қантты қосамыз да, екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Крем осылай өте қарапайым жолмен дайындалады, бірақ дегенмен өте дәмді. Неке дайын болды. Оған дейін коржымыз да пісті. Содан соң оны противеннен алып босатып, толық суығанша бөлме температурасында қоямыз. Дәл солай екінші коржды да пісіріп аламыз. Жаңа қалған жарты массаны саламыз формаға, және де оны осылай төрт бұрышты формаға келтіріп, тегістеп алып, 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 8-10 минут бойы қызарғанша пісіреміз. Екі коржда пісіп дайын болды. Оны толық суытуға қалдырамыз. Толық суығаннан кейін барып қана осылай бөліп, екі-екіден 4 корж дайындап алуымыз қажет. Яғни біреуінен 2 корж шығады. Сол кезде біз 4 коржды торт дайындайтын боламыз. Алдымен осылай ортасынан бөлеміз. Содан кейін шетіндегі артықтарын алып тастап, осылай етіп тегістеп кесіп аламыз. Қазір оның шетіндегілер бізге қажет болады. Оларды алып қоямыз, үгітіп, соңында тортты сәндеу үшін қолданамыз. Неке 2 корж дайын болды. Дәл солай келесі коржды да кесіп тегістеп аламыз. 4 коржда дайын болды. Енді жаңағы ұнтақтардың барлығын үгітуіміз қажет. Оны блендерде ұнтатсаңыз болады, немесе мен секілді осылай теркада да ұнтатып алсаңыз болады. Содан соң тортты жинауға кірісеміз. Ол үшін осындай подложка қажет, немесе тарелканы қолдана берсеңіз болады. Осылай бірінші коржды орналастырамыз. Содан кейін 3 ас қасық крем саламыз. 3 ас қасықтан салсаңыз, креміңіз толық барлығына жететін болады. Және де оны осылай тегістейміз. Содан соң екінші коржды саламыз, және тағы да крем салып, тағы да тегістеп аламыз. Дәл солай 4 корж салып, тегістеп аламыз.
Содан соң бетіне де осылай қалған кремді жағамыз, және де жанына осындай біраз қасықтай крем қалады. Соның барлығын төрт жағына тегістеп жағып шығамыз. Жан-жағын сүртіп, тазалап аламыз. Содан соң үгітіліп дайын тұрған торттың ұнтақтарымен тортымызды сәндеуге кірісеміз. Алдымен бетіне және де жандарының барлығын әдемілейміз. Сіздерге видеом ұнады және түсінікті деген ойдамын. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Біз оны пропиткаға қоймай бірден жедік. Соның өзінде өте дәмді және де нәп-нәзік болып шықты. Дайындаңыздар, сәттілік тілеймін.